орыс жеріне әскери шабуыл жасалды. Соғыс енді орыс жерінде жалғасады. Бұл туралы біз осыдан бір апта бұрынғы саяси болжалымызда айтқан болатынбыз. Айтқанымыз айдай келді. Қазіргі соғысып жатқан Луганск, Донецк және мынау Бахмут майдандарынан бөлек Ресей Украин территориясының басқа соғыс болмаған жерінде соғыс майданы ашылады деген болжалымызды айттық. Осыдан бірнеше лекция бұрын, кем дегенде бір апта бұрынғы біздің саяси шолумызда тұр. Енді қараңыздар, бұл айтқанымыз неге дәл келді? Бірінші, бұл Белгород қаласы орыстар соғыс ашқан жер емес. 1918 жылғы картада Твиттерде тарап жүрген. Бұл Белгород Украинға тәуелді болған. Енді осы жерде соғыс басталды. Украин ба? Жоқ. Бұл жерде азат орыс армиясы. Яғни бұл соғыстың мәні мен мақсаты мынау. Украин дейін десе, бұлар орыстар. Ал орыс дейін десе, бұғанға дейін орыста Аппасият ауылының барлығын Путин құртып, тасталқаны шығарып болған. Бірде бір саяси белсенді, қуатты, күшті оппозиция жоқ. Бірақ бұлар Украинда тұтқынға түскен орыс армиясы. Енді олар Путиннің иттігін, жауыздығын, фашистігін біліп, енді Путиннің өзіне қарсы шауып отыр. Енді қараңдар, оларға қару қайдан келді? Украин бірден басын алып қашты. Не дейді? Қаруды қазір Украинның кез келген егіс алаңынан, даладан алуға болады дейді. Ондай далада шашылып жатқан қару қайда? Олардың танкіге қарсы қолданатын қаруының бәрі Еуропаның, ал танктерінің өзі Еуропа танктері. Советтік, ресейлік ешқандай қару жарақ жоқ олардың олды. Су жаңа еуропалық қарулар. Бірақ орыстар. Және халықаралық сарапшылардың пайымдауынша, бұл жерде бұл қаруларды қолдануды білетін Украин сарбаздары болуы мүмкін. Ал Украин сарбаздарына өздерін мен орыспын деп орысша сөйлеп шыға келу түк емес. Түрі де ұқсап тұр, тілі де ұқсап тұр. Ешкім айыра алмайды. Міне әңгіме қайда жатыр. Бірақ дәл осы соғыстың кезінде Зеленский алдыда Хиросимадан бірақ шықты. Үлкен жетіліктің жиналысында 8-ші болып отыр. Дәл сол үлкен 8-дік деп орыстар аузын толтырып айтатын сол атақты жиналысқа кезінде Путин де қосылған болады. Бірақ Қырымды басып алған жауыздығынан кейін ол жиналыстан шегіндірілді. Иә, орыстар Балшой, Осим деп тура кеңірдектер жыртылып, Ресей әлемдегі шешуші 8 мемлекеттің біреуі деп мақтанған сол кездегі ескі ақпараттарды қарасаңыздар, YouTube'те әлі тұр. Анығында ол Большой Осим емес, Большой 7 плюс 1 болады. Яғни үлкен жетілік қосылған бір. Халықаралық басылымдарда ешқашан Ресейді үлкен 8-дікке қосқан жоқ, 7 қосылған бір деді. Ресей қашанда бөлек тұрды. Ол анау өскен демократиялы, жаңағы әділ сайлау болатын, бақылау жүйесі орнаған жетілікке ешқашан кіре алмайды да. Кірген демес. Себебі Ресейде монархия, диктатура, бір адамның сөзі сөз. Енді қараңыздар. Содан Ресей шеттетілген. Қырымда жасаған қылмыс үшін. Енді дәл соған балама ретінде Хиросимаға Зеленскийді шақырды. Зеленский әлгі үлкен жетілікте отыр, ал осы жиналыстың алдында орыс жерінде соғыс болды. Ал екінші дүниежүзілік соғыста германдар басып кіргенде ойбай, жау басып келді деп орыс ұлтшылдығын оятқан. Себебі Германияның өзі 39-шы жыл Польшаға соғыс ашудан бұрын Сталинмен Гитлер келісімге келген, сөйтіп Польшаны екіге бөліп алатын болған. Бұл екеуі де жауыз болады. Екеуі де
жаңағы нацистік бағытта болады. Артынан Германия орыстың өзіне қарсы шабуыл жасаған кезде орыстың жай халқы да, әскері де герман нацистермен, фашистермен соғысуға мәжбүр болды. Неге? Себебі олар мына орыстың халқы, мына орыстың армиясы деп айырып жатқан жоқ. Көзіне көрінгенін қырды. Халықтың алдында не өлім, не өмір сүру үшін күрес қана қалды. Ал қазір Украин басып кірді дейін десе, украиндар бас тартып отыр. Жоқ, біз емеспіз дейді. Бұлар аталмыш азат орыс армиясы, легиондар. Бұлар еріктілер және орыстар. Белгородқа кірді, бірнеше қала-қалашықтарды басып алды, шегінді де қайтты. Бірақ қару Еуропаның. Енді осыдан орыс максимал түрде бұл оқиғаны жасырып жабуға тырысып жатыр. Себебі орыстың өз ішінде, орыс территориясында және Путинге қарсы, үкіметке қарсы бас көтеру болды деген сөз Путинге де бүкіл орыс диктаторларына да керек емес. Сондықтан олар максимал түрде бұны солғындатып отыр. Тіпті Путин бұл туралы жұмған аузын ашпай отыр. Кеше біз бір Фейсбукте бір мақаланы бөлістік, ағылшынша. Тура сол. Путиннің үнсіздігі оқиғаны ушықтырмаса шешпейді деп жазған. Newsweek'те жазылған. Ал Путин не дейді? Украиндар басып кірді жерімізге дей ма? Қане әлгі? Бір күнде кеп таламыз, бір айда Украинаны жаулаймыз, Зеленскийді дарғасамыз, бүкіл Украин үкіметін, бүкіл Украиндағы мынау Еуропа, Америкаға сатылғандарды жазалаймыз, ақ көкте біз сініп кебініп, түкірігіне шаш алып қалған орыстың сөзі қайда қалды? Жоқ. Атомымыз бар, ойбай біздің кенжал бар, біздің гиперсоник, жаңа хайперсоник дыбыстан жылдам біздің зымыранымызды жаңағы түсіре алатын, көре алатын радар жоқ, оны атып түсіретін зымыран жоқ деді. Сөйтсе 80-ші жылы жасалған патриот алды да қақшекесінен ұрып кенжалды түсіріп тастады. Өткенде 30 зымыран атып еді, 29-ын түсірді. Біреу орыстың өзі қаңғытып жіберді. Енді осыдан ойлай бер. Орыстың атомы жарса сол өз жерінде жарылады, зымыранға байлап алысқа ата алмайтын болып отыр. Дәл осындай сәтте міне орыстың өз легиондары, өз армиясы, өзінің еріктілер армиясы дейтін кішкентай жасақты, бірақ еуропалық қарулармен орыс территориясына, жаңа соғыс болып жатқан жерден бөлек Албат, Айдаладағы Белгородқа, және оның өзі кезіндегі Совет одағының әскери базасы болған жер. Соған қарай жіберіп тастау, және олар алдыда алатын жерін алды. Халықты жаппай көшіруге тырысты. Тіпті сол Белгородтың жаңағы жоғары лауазымды шендісі Шереметов те оның бала-шағасының басқа жаққа ұшып бара жатқан елдер желіде жазып жатыр. Бір қарбала сасқалақтау болды. Енді бұл деген сөз, бұл орыстың тамырын басып көрді. Путиннің тамырын басып көрді. Енді алда соғыстың көкесі болады. Енді Сахалиннен тартып, қиыр шығыс анау Сахалиннен тартып, берісі мына орыстың Мәскеу, Петербордың түбінен, Украинға шекаралас жерлерден, Беларусқа шекаралас жерлерден, енді әр жерден топ-топ партизандар шығады. Батыстың мақсаты Совет одағының ыдырауынан кейін өткізіп қойған үлкен қателік, Совет одағының мұрагері Ресейді атом қаруынан айырған жоқ. Бұл үлкен қателік болды. Яғни Совет одағының мұрагері болып Ресейде атом қаруы қалды. Батыс сол кезде Қазақстан мен артында станы бар Қазақстан деген қауіпті елменен Украинаның атом қаруын алып тастағанмен Ресейден атом қаруын ала алған жоқ. Енді бұлардың мақсаты Ресейді атомсыз елге айналдыру. Сөйтіп Ресейді кәдімгі қатардағы Чехия, Словакия деген сияқты, немесе Югославиядағы Словакия, Словения сияқты қарапайым шығыс еуропалық славяндық елге айналдыру. Болды, бітті. Ар қарай орыс сол жаңағы великий деген сөзін анда-санда бір есір-соқтар айтып қалып, сонымен анда-санда бір шалдары сол телевизорда баяғыда великий болып едік, содан великийдің арты осылай болып қалды деп отыратын ғана, басқа арманы жоқ, осындай бір елге айналдырып қою. Олардың мақсаты осы.
Қазір енді бұл соғыстың ындын осылай бара жатыр. Бұл енді Ресей жерінде әр жерде енді жарылыстарға, соғыстарға, басып алуларға, әр жер өздерін жаңағы халық республикасын құрады. Мысалы, Белгород халық республикасын құрды. Тура Путиннің өз жобасы. Кезінде олар Луганск халық республикасы, Днепр халық республикасы дегенді құрып, оларды тәуелсіздік жариялатып, артынан жалпы халықтық референдум, жалпы халықтық дауыс беру жасатып, оны Ресейге қостыртып, сөйтіп бытқыды ма? Енді сол сценарий Ресейдің өз жерінде өзіне қарсы жасады. Үлкен жетілікте не болды? Үлкен жетілік соғым басы. Қазақша, қазақтың жалпақ тілімен айтқанда соғым басы. Үлкен жетілікте сол Америка бастаған әлемнің ең ірі өнеркәсіпті дамыған өскен демократиялы жеті елі бірігіп, мына орыстың империясын қалай бөлшектейміз. Оның Швейцарияда өткенде ғана бұғатталған 500 миллиард долларының қаншауы сенікі, қаншауы менікі. Оның қаншауын мына соғыстың Украинаға берілген төлемдерге ұстап қаламыз. Сен қанша снаряд бердің, мен қанша танкі бердім, соның ақшасы қанша, оның пәлен ақшасын пәлен банктегі ақшасынан ұстайық, енді қалғанына Зеленскийге берейік. Осы. Қысқасы, Хиросимада сол соғым басына шақырды. Сол соғым басынан жамбас сенікі, бас менікі, қабырға сенікі, құйқа сенікі, жал-жая менікі, оң жамбас менікі, сол жамбас сенікі, қол сенікі деп сол бөлісіп қайтты. Дүниенің жағдайы алда тағыда күрт өзгеріске толы болады. Бізден бір әттең арман қазақтың жігіттері. Әттең қазақтың жігіттері Украинада жиналу керек едік. Украинада бізде армия жасақтау керек еді. Бізде батыстық қару жарақты алып, бізде сол Ресейдің бір территориясын бөліп ап соғысу керек еді. Бізде сол ата-бабамыздың ескі жері, мынау Астраханды, Ақтөбенің ар жағын, Қаратау, Сарытауды, Омбыны біз алуымыз керек еді. Абай бабамыздың сол кезіндегі өскен жайлаулары, бүлдірген теріп өскен жерлері, Құнанбай Сеңгірбайдың сол жайлау қыстау көктеулерін, мына шығысы Өскеменнің ар жағы, Семейдің ар жағынан тартып, мына жағы сол Омбы бәрін төмен біз алуымыз керек еді. Ол күнде келетін болар. Қысқасы, бөліске салу, Ресейді бөлшектеу енді басталды. Біздің болжалдарымыз міне аузымызды жабар жаппастан бір аптаның ішінде дәл келді. Соғыс болған майдандардан бөлек жерде Ресей территориясына шабуыл жасалады дедім, айтқаным майдай келді. Қазақтар ертек айтып отыр екен демеңіздер, дайындалайық. Америка Еуропаға бәрібір, бірақ Америка мынау менікі деп Американың туын шаншымайды бір жерге. Англияда мынау менікі деп туын шаншымайды. Ол имперлік заман өткен, батыстың демократиялық жүйесі оған жол бермейді. Бірақ олар қазақ алам десе, Ресейдің жерін кесіп, пішіп, бөліп беріп, мынау қазақтың жері деуге олар қарсы емес. Ендеше біз соған дайын болайық. Ал Тоқаевша, Тоқаев уақытша. Путин тасталқан болған күні менің жанымды Қытай сақтайды деп, осы жолы барып, анау майға 2 мәрте қуырылған шошқаның етін жеп қайтқан себебі сол. Тоқаев кім ол? Ол әр Қытай менің жалғызым, әр орыс менің балдызым, әр қазақ менің жалмаузым дейтін сорлы. Оған оның тағы ғана қымбат. Ал оның тағы да жуырда тасталқан болады. Жақсы күндерде кездесейік. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.